көжегім. Қомағай жұлдыз құрт. Күн жылы, көктемнің шуақты таңдарының бірі еді. Жасыл жапырақтардың арасында кіп-кішкентай бір жұмыртқа тербеліп тұрды. Уақыт өте келе жұмыртқа жарыла бастады. Оның ішінен кішкентай жасыл жұлдыз құрт шықты. Ол айналасына таңдана қарап алғаш рет күннің жылы сәулесін, самал желдің сүйкеп өткенін сезінді. Қандай керемет әлем деп ойлады жұлдыз құрт. Бірақ көп ұзамай оның қарны ашып кетті. Маған тамақ керек, деп ол жақын тұрған жасыл жапырақты кеміре бастады. Жапырақ өте дәмді еді. Бірақ жұлдыз құрт әлі де тоқтамады. Ол келесі жапыраққа көшті. Сосын тағы біреуін жеді. Бірақ қарны тоймады. Мен әлі де ашпын, деді ол. Әрі қарай іздей бастады. Жолында қызыл шырынды алма кездесті. Жұлдыз құрт алмаға бас салып, оны тез жеп қойды. Бірақ қарны әлі де аш еді. Ол сәл алыста өсіп тұрған алмұртқа жетті. Жұлдыз құрт алмұртты да асап жіберді. Әлі де жей аламын деп ол тәтті өрікке қарай жорғалап кетті. Өрікті де жеп алды. Осылайша ол шие, таңқурай, тіпті сары өрікті де жеп қойды. Оның қарны тойғандай көрінді. Бірақ көзі тағы бір шырынды жемісті байқап қалды. Соңғы рет жейін, сосын тоқтаймын деп ол тағы да тамақтанды. Күндер өтті. Жұлдыз құрт кішкентай нәзік жәндік болудан қалды. Ол семіріп, үлкейе берді. Бір күні ол өзін әлсіз сезінді. Қарны ауырып, қимылдауға шамасы келмей қалды. Ох, мен не істедім, деді ол. Ол өзінің тым қомағай болғанын түсінді. Егер тамақты асықпай аздап жегенде, өзін әлде қайда жақсы сезінер еді. Жұлдыз құрт енді бір орында қалып демалуға шешім қабылдады. Ол ағаш бұтағына өрмелеп, жіп тәрізді жібек шығарып, өзін орап алды. Уақыт өте келе, оның денесі қатты қуыршаққа айналды. Көп күндер өткен соң, бір ғажайып оқиға болды. Қуыршақ жарыла бастады. Оның ішінен әдемі көбелек шықты. Оның қанаттары түрлі түсті, үлкен, нәзік еді. Мен енді еркінмін, деп қуанып, ол алғаш рет көкке көтерілді. Жұлдыз құрттың қомағайлығы оны қиын жағдайға әкелгенімен, ақырында ол керемет өзгеріске ұшырап, әсем көбелекке айналды. Сонымен балалар, қомағайлық әрдайым жақсылыққа апармайды. Әр нәрсені өз мөлшерімен, байыппен істеу керек. Егер шыдамдылық танытып, уақытың келгенін күтсең, өмір саған ең керемет сыйын ұсынады.